Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақ өзіңді тексер. Нөмірі бірінші мысал дұрыс, бұрыс бөлшектер, аралас сандар дегеніміз не екенін білемін. Бірінші дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сан дегеніміз не екенін есімізге түсіріп алайық. Бұл бізде жай бөлшек, иә? Егерде оның алымы бөлімінен, яғни алымы, үсті бізде алымы, асты бөлімі деп аталады, иә? Алымы бөлімінен кіші болса, онда ол дұрыс бөлшек деп аталады. Дұрыс бөлшек бір саннан кем болады. Екінші, алымы бөлімінен үлкен немесе тең. Яғни алымы бөлімінен үлкен немесе тең болса, онда ол бұрыс бөлшек деп аталады. Ол бір саннан артық болады. Ол натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы түрінде жазылған сан аралас сан деп аталады. Мысалы 5 қосылған 4-тен 1 немесе 5,4-тен 1 түрінде берілген сан бұл аралас сан деп аталады. Есімізге түсірдік. Енді мына тапсырманы орындайық. Бөлімі 42 болатын дұрыс бөлшек және алымы 42 болатын бұрыс бөлшек жаз. Яғни бізге бөлімі 42 болатын дұрыс бөлшек жазу керек. Және алымы 42 болатын, яғни алымы деген бізде үстіге, алымы 2 болатын, 42 болатын бұрыс бөлшек жазу керек. Біз жаңа есімізге түсірдік, дұрыс бөлшек және бұрыс бөлшек дегеніміз не екен. Бүтін және бөлшек бөліктерінің қосындысы түрінде кез келген аралас сан жаз. Бөлшектерді салыстыру үшін алған бөлімді қолданамын. Салыстыр. Енді бөлімі бірдей кез келген екі бөлшектің қайсысының алымы кем болса, сол бөлшек кіші болады. Яғни міне бөлімдері бірдей. Екеуде 25, бірдей болса, осы екі бөлшектің енді онда алымдарын салыстырамыз. Яғни 15 және 6-ны салыстырамыз. Қайсысы кем болса, сол бөлшек кіші болады. Демек, 15 артық, кәдімгідей салыстырамыз. 15 артық 6-дан. Олай болса 25-тен 15 артық 25-тен 6-дан. Енді алымдары бірдей кез келген екі бөлшектің қайсысының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады. Яғни міне бұл алымдары бірдей. Яғни үсті бірдей болса, онда мына астындағы 20 мен 25-ті салыстырамыз. Қайсысы үлкен, сол кіші болады. Демек 20 үлкен. Түсінікті, Сонда 20-дан 15 артық 25-тен 15-тен. Бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту амалдарын орындай аламын. Астында берілген теңдеуді шеш. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан немесе азайтқан кезде бөлімі өзгеріссіз қалады, ал алымдары бір-біріне қосылады немесе азайтылады, Бізде теңдеуге қарайық, бізде күрделі теңдеу берген, Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдыру үшін не істейміз? Теңдеуде жаңағы оң жағында және сол жағына қараймыз. Біздің сол жағымыз өзгертілген. Енді сол жағымызда берілген өрнекті орындаймыз. Бізде қандай өрнек беріліп тұр? Азайту, Енді осы айырманы орындауымыз керек. Енді айттық, егер бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқан кезде, мына бөлімдері өзгеріссіз қалады дедік. Яғни 670-ті өзін жазамын, Өзгеріссіз қалады, ал үстіндегі алымдарын кәдімгідей азайтамыз. Яғни 130 алынған 60. Сонда қанша болады? 130-дан 60-ты азайтсақ 70. Яғни бұл өрнектің айырманың мәні 670-тен 70. Яғни жазуымыз 670-тен 70 алынған x тең болады 670-тен 50.
Енді бұл теңдеуіміз қарапайым теңдеуге айналды, иә. Енді мына белгісіз мәнді, яғни x-ті таба аламыз. Қалай табамыз? X бізде азайтқыш болып тұр, иә. Енді азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Ары қарай осы теңдеуді шешіп, x-ның мәнін табамыз. Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерге талдау жасай аламын және шығарамын. Кері есептер құрастырамын және шығарамын. Есепті шығар. Таспадан 12 метр кесіп алынды. Бұл оның барлық ұзындығының 3/2 бөлігін құрайды. Таспаның жалпы ұзындығы қандай? Біз осындай есептерді шығарған кезде ең басты мән беретін мына есепте берілген сөздерге мән береміз. Яғни кесіп алынды, иә, оның барлық ұзындығынан 3/2 бөлігі, иә. Енді бізге нені табу керек? Жалпы ұзындығын табу керек. Енді біз осы есепке сәйкес, мысалы сызба сызайық. Сызба бізге есепті басқа қырынан қарауға көмектеседі. Яғни міне, мысалға бізде таспа берілген, одан 12 метр кесіп алайық. 12 метр кесіп алдық. Бұл таспаның 3/2 бөлігі. Яғни бөлігі деген кезде барлығы бірдей болу керек, иә. Былай. Сонда 3/2. Енді бізге нені табу керек? Таспаның жалпы ұзындығы. Яғни міне, осы жалпы ұзындығын табу керек. Бөлік арқылы бүтін санды табу үшін біз не істейміз? Неше бөлігі алынған? 2 бөлігі, иә. Бізде 2 бөлігі алынған. Ал жалпы ол неше бөлікке бөлінген? 3 бөлікке. Енді оны табу үшін 12-ні 2-ге бөлемізде, барлығы бізде 3 бөлікке, 3-ге көбейтеміз. Сонда бізде бүтін сан шығады. Неге 2-ге бөлеміз? Өйткені бізде 2 бөліге алынған. Демек, осы 2 бөлікке бөліп тастаймыз. Сонда бізде барлығы неше бөлік бар? 3 бөлік бар. Сонда 1/3 бөлікке көбейтеміз. Сонда бізде бүтін сан шығады. Енді осыған кері есеп. Мен сызбасын жасаймын. Мысалы, бізде таспа бар. Оның жалпы ұзындығы 18 метр. 18 метр. Оның 3/2 бөлігі алынды. Енді не істеу керек? 3/2 бөлігін табу керек. Яғни 3/2 бөлігі ол қанша метр? Оны қалай табамыз? Оны табу үшін 18-ді 3 бөлікке бөлемізде 2 бөлігін аламыз. Енді осыны тауып, яғни міне 18-ді 3-ке бөлемізде 2-ге көбейтеміз. 18-ді 3-ке бөлсек 6, 6-ны 2-ге көбейтсек 12. Есептеудің дұрыстығын тексере аламын. Қатені түзет. Міне бізде 3/2 сағат тең болады 20 минут деген берілген. Бұл жазу нені білдіреді? Бірінші соны анықтап алайық. Яғни бұл дегеніміз 1 сағаттың 3/2 бөлігі деген сөз. Түсінікті, иә? Енді 1 сағаттың 3/2 бөлігі бізге айтады 20 минутқа тең дейді. Енді соны тексерейік. Оны біз қалай тексереміз? Ең бірінші есімізге түсіреміз. 1 сағатта неше минут бар? 60 минут бар. Яғни 60 минуттың 3/2 бөлігін табайық. Оны қалай табамыз? 3-ке бөлемізде 2-ге көбейтеміз. 60-ты 3-ке бөлсек 20 болады, иә? 20 болады. 20-ны 2-ке көбейтсек 40. Демек, 1 сағаттың 3/2 бөлігі 40 минут, бізге 20 минут тұр деп тұр. Демек, бұл қате, бұл жерге 40 минут деп жазамыз. Енді қалған барлығын дәл осылай табамыз. Яғни бір тәулікте қанша сағат бар? 24 сағат бар. Демек, бұл жерде 24 сағаттың, яғни бір тәуліктің 4/2 бөлігі. Сол неше сағатқа тең? Соны табу керек. Бұл жерде 1 тонна, ол 1000 килограмм. Яғни 1 тоннаның 4/2 бөлігі. Центнер 100 килограммға тең. 1 центнер, иә? Бұл 1 центнердің 5/2 бөлігі. Демек, 100 килограммның 5/2 бөлігі. Әр қайсысын тауып, мыналардың қате дұрыстығын